Сәлем, бүгінгі сабақта біз жалпы тренд арқылы, то есть Threads арқылы қалай клиент жинау, оқырман жинау, Threadsте қандай контенттер өтеді деген сияқты тақырыптарды қозғайтын боламыз. Жалпы кез келген эксперт, фрилансер немесе өзіңіздің бір тауарыңыз болса, әлеуметтік желі арқылы оның ішіндегі Threads қазір өте мықты дамып келе жатыр. Өйткені Instagram, TikTok енді видео түсіру керек, там монтаж жасау керек, SMM алу керек деген сияқты кішкене барьерлері бар. Ал Threadsте просто отырып суретпен, текстпен өзіңіздің тауарыңызды қызметіңізге тегін клиенттер жинап тез 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 табысыңызды арттыруға болады. Бүгін осы трец туралы мен сізге үш мини сабақ жазып қойдым. Айтқанда 10 минутта негізі бір видео сыйып кетті, сондықтан толыққанды бір видео қылып сала салдым болдым. Жалпы трец арқылы оқырман жинау және клиент табудың алгоритмдерімен бөлісетін боламын. Бүгінгі тақырыпта бағанағы трецтің қалай жұмыс жасайды, қандай алгоритмдары бар, оқырман қалай клиент, қандай контент жасау керек, клиентті қалай тартамыз деген сияқты сұрақтарды талқылайтын боламыз, иә. Жалпы трецтің алгоритмі ең негізгі нәрсе бұл жерде сіз пост ветка деп айтады трецтен, мен пост деп айта берейін үйреншікті болғаннан кейін. Пост алғашқы реакция, мысалы клиентке там реакция білдіру, өзіңіздің оқырмандарыңызға астына комментарий жазып отыру деген сияқты, иә, солардың барлығына қарайды. То есть инстаграмдағы кішкене алгоритм басқа, трецтің алгоритмі сіз кішкене тредсте отырып публикация етіп біреулердің постын оқып соған лайк басып комментарий жазып өзіңіз бір веткалар салып отырып өзіңіздің бір комментарий жазып репост жасап отырып басқа адамдарға өзіңіздің достарыңызға біреулердің веткасын ұсынып отырып алгоритмдардың былай айтқанда адамдардың басқа оқырмандардың тредстегі қолданушыларды өзіңіздің аккаунтыңызға кіргізе аласыз. Бұл жалпы тредстің алгоритмі. Осыдан кейін мен сізге келесі қалай жұмыс жасайтындығын көрсететін боламын. Жалпы тредстің алгоритмі ең бірінші ключевой 5 фактор бар. Бұдан да көбірек факторлар бар, бірақ негізгі ключевой фактор бұл оқу уақыты. Мысалы адам сізге бір комментарий жазды, сіз мысалы қаншалықты тезірек айтқанда жауап беріңіз деген сияқты, комментарий, оқу уақыты, потом репост, профильге кіру, сақтау, осылардың барлығы сіздің профиліңіздің живой екенін сізге басқа да оқырманның кіргізуге болады деген сияқты алгоритмін білдіретін болады. Енді так, вирустық посттардың жалпы тредстегі ең көп қаралым жинайтын, сізге көп охват алып келетін пост веткалардың бірі бұл пікір. Яғни келісесің ба, келіспейсің ба, менде осындай ой бар деген инсайт деген сияқты бір ойын жазу, бір қысқа нұсқа. Мысалы, рилста сіз бір минуттық 30 секундтық видео дайындайсыз ғой, мысалы, иә. Посттар карусель қатты прокатиді, бірақ именно рилстар көбірек прокатиді. Тредстің алгоритмі именно қысқа қысқа нақты бір ойлар немесе бір қателік, мысалы мен бір осындай қателік жасадым, осындай бір факап болды, провал болды, бірақ одан осылай шығып жатырмын деген сияқты бір кейсіңіз көрсету, бір оқиғаны айту. Оқиға именно бір жиза тақырыпта болу керек, көбінесе максимум көбірек адамның вниманиесін тартатын, иә менде де сондай болды деген сияқты тақырыптардағы жиза тақырыптарды көре алуыңыз керек. Яғни провокация, адамдарды оңға солға бөліп, келісетін келіспейтіндер адамдарды бөліп айтқанда адамдардың бір бірінің неге келіседі неге келіспейтіндігін доказательствосын жазуға, көп комментарий жинауға арналатын контенттің түрі. Бұл 5 вирустық посттардың түрі. Қазір одан кейін мен сізге нақты әр форматқа жеке жеке кейстарды көрсететін боламын. Ма енді трейсқа жалпы қандай контент көп қаралым жинайды, мынаның енді нақты мысалдарын көрсететін боламын. Ең бірінші бұл бізде қандай адам өз қателігімен айтқанда пікірін жазса. Мысалы, адамдар негізі идеальный емес, бәріміз идеальный емес, бірақ инстаграмда басқа соцсетте біз көбінесе успешный успех деген сияқты бір идеальный бір өмірімізді көрсетуге тырысатын болсақ, бірақ тредте максимально қарапайым болуға, айтқанда жиза тақырыптарды айтуға, қолдануға тырысуымыз керек. Мысалы, тредте алғашқы 20 пост салдым, шыны керек вообще қаралым жинамады, 300 қаралымнан аспады, кейін бір ғана нәрсені өзгерттім. Қазіргі менің посттарым, веткаларым там 100 мыңнан асарым қалым жинайды. Нені өзгерттім, міне лайфхак деген сияқты өзіңіздің неңізді бересіз. Бұл мен сияқты бір эксперттер болса, сіз кез келген салаңыз бар. Сіз мысалы ипотека брокер боласыз ба, психолог боласыз ба, косметолог боласыз ба, там үйде отырған анасыз ба, мұғалімсіз ба деген сияқты, не имеет значения. Кез келген адамға өзінің осындай қателіктермен бөлісіп, бала тәрбиесі бойынша, машина айдауға байланысты, право алуға байланысты, я не знаю, там қыздармен танысуға байланысты, там арықтауға байланысты деген сияқты кез келген өзіңіздің қателігіңізді жазу. То есть біреудің қателігін емес, өзіңіздің қателігіңізді көрсетіп, бір адамдардың вовлекать ету. Екінші формат бұл топ форматтар. Топ, мысалы, 5 кеңес деген сияқты, топ 5, мысалы, мысалы, там, Турцияға бару үшін шетелге шығуға там топ 5 міндетті түрде алу керек зат деген сияқты бір нәрсені бөлісесіз. Мысалы, менің форматымда бұл, мысалы, тредте ең жақсы жұмыс жасайды 5 контент.
бұл өзіңіздің қателіктеріңіз, бақылауларыңыз, наблюдение деп айтады. Салыстыру, не жұмыс жасайды, не жұмсайды деген пайдалы бір тізімдер және бір пікірталас. Топ форматта өз өздеріңіздің идеяларыңызды көрсеңіз. Бұл, например, а, мысалы бір нутрициолог айтуы мүмкін, иә, мысалы жаз айында немесе август айында жеуге болатын топ 5 міндетті түрде жеу керек топ 5 көкөніс немесе жеміс деген сияқты жазуға болады. То есть әркім өз саласына адаптировать етсе болады. Одан кейінгі формат бұл бұрын және қазір салыстыру. Мысалы көп бар ғой анау қазір трендте өте қатты актуальны болып жатқан, мысалы назарбаевтың кезінде осындай еді немесе тоқаевтың кезінде осындай еді деген сияқты, бұрын миллениалдар мынандай, зумерлер мынандай деген сияқты салыстыру, яғни бұрын қазіргі деген сияқты уақыт нәрсені салыстыру. Мысалы менің форматымда бұл инстаграмда бұрын күніне бір пост бір рилс салатын едік, қазір трендте 5 қысқа ветка жазамыз, пост жазамыз, нәтижесінде охват бірнеше өсті деген сияқты салыстырулар. Менікі көбінесе скучный форматтар, экспертный форматтарды көп жазамын, өйткені мен блогер емеспін, басқа емеспін, мен действующий продюсермін, бірақ сондықтан да охват соның өзінде охватке алып келіп жатыр да. Бірақ егер сіз широкий тақырыптардағы эксперт фрилансер болсаңыз, сіз максимально широкий форматта жазуға тырысыңыз. Төртінші формат бұл өмірден бір бақылау. Третьесі ең күшті форматтардың бірі, мысалы бір бақылауды жазасыз, наблюдение, бір инсайт форматында. Мысалы кеше мен бір кофейняда отырсам, бір жігіт қызға жарты сағат бойы өзінің бір жетістігін айтып отыр. Мысалы былай қарап қыздың түріне қарасам, ана қыз айтқанда қаса бір қызығып отырған жоқ. Содан түсінгенім, клиенттер де дәл солай. То есть олар сіздің кім екеніңізді емес, сіздің ол клиенттің қандай мәселесін шешетініңізге қызығырақ деген сияқты бір форматты келтіруге болады. То есть мынау бір кофейняда отырдың, бір қыз бен жігіт бір біріне сөйлесіп отыр деген сияқты хук қызықтырасыз, ар жағында бір өзіңіздің салаңызға алып келе аласыз да. Яғни сіз өзіңіз бір фрилансер, эксперт болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің салаңызды кіргізіп, өзіңіздің құндылықтарыңызды көрсетіп, неге сізбен жұмыс жасауға болатындығын көрсетсеңіз болады. Егер сіз бір қызмет, услуга, товар, курс ставить болатын болса, міндетті түрде осындай форматтарда веткалар жазуға тырысыңыз. Одан кейін бір мини гайд, чек-лист, мысалы тірісте көп қаралым жинаудың 4 қадам. Бірінші бір ой, бір пост. Бірінші сөйлем қызықты болу керек, хук, өте адамның алғашқы 2-3 секундта хук адамның вниманиесін ұстап қалу керек. Соңында бір сұрақ қойып анықтауыңыз керек. Бір пост просто жаза салмай, сенің ойың қалай, сендерде қалай болып жатыр, келісесің ба келіспейсің ба деген сияқты адамды бір дискуссияға, диалогқа шақыру. Сол кезде комментарий алгоритм, көп комментарий жазылса, сақталса, лайк қойылса, ол сіздің веткаңызды көбірек адамға көрсете береді, иә, алгоритм солай жұмыс жасайды. Кемінде күн 3-4 ветка жазу. Осындай мини өзі әр сала, психолог болсаңыз осындай бір қалай тревоганы там тревогадан там 5 минутта арылуға болады деген сияқты бір топ 5 бір гайд немесе бір кеңес берсеңіз болады. Немесе егер ипотека брокер болатын болсаңыз, мысалы осы жылы міндетті түрде квартира алу үшін осы 5 кеңесті міндетті түрде жасаңыз деген сияқты бір форматта жасалған мини гайд формат, иә. Одан кейін бір трендке бір реакция. Қазір мысалы халықта бір хайп болып жатқан бір тақырыптар, иә, мысалы бір жаңа фильм, бір спорт, кеше ғана бізде не болды, иә, чемпионат болды футболдан, сол туралы, мысалы искусственный интеллектке байланысты, кәсіпкерлерге байланысты, әлеуметтік желідегі бір талқыланып жатқан бір тақырыптар. Мысалы треске кірсең, мен алдын бір ветка жаздым, мысалы треске кірсең, ботами, еркебұлан тоқтар, назарбаев кезінде осындай еді деген сияқты бір тақырыптар көп айтылады. Басқа қандай жаңалық болып жатыр деген сияқты бір тақырыптарды жазу. Мысалы мен бүйтіп жаздым, мысалы мен бүгін салған веткам, бүгін Одиссей фильміне барайын деп тұрмын, соңғы сәтте райымнан қайтарады немесе керісінше міндетті түрде бар дейтін 3 себеп жазыңыздаршы деп суретімен не жаздым. Мысалы маған адам қанша 2 сағат бұрын, 1 сағат бұрын жазыппын, маған андоруш комментарий жазып жатыр. Кино көргендей боласың, сөздері керемет жазылған, слишком переоценивать етіп жатыр адамдар, иә жақсы күшті, бірақ прям вау дейтіндей емес. Көрдіңіз ба, адамдар өздерінің уже пікірлерін жазып жатыр. Бұл кәдімгі адамдардың веткаға неге шақыру. Мысалы мынандай: баламыз мына суретті түсінбейтін күн алыс емес деген сияқты. Бұрын біз тек қана наличныймен төлейтінбіз, иә. Ал қазір көптеген магазиндерде тек QR. Сол сияқты осындай бір жиза тақырыптарда, мына тақырып вообще атқан жоқ, бірақ мынау уже 1 сағат, мынау кеше салдым, қаралым жинамады, ал мынау кәдімгідей уже 1 сағаттың өзінде уже 2 комментарий, бір переслать етілді. Немесе экспертный тақырыпта мынандай біз пост жасап қойдым. Мысалы мына веткам 57 лайк, примерно бір 50 лит алып келді маған. Ойлаңызшы, мысалы мен инфопродюсермін, мысалы сіз бір психологсыз немесе бір косметолог мамансыз, мысалы, иә, мен андай бір треш жаздым. Кеше бір косметологтың статистикасын көрдім, тредтен 600 адам жазған, оның 8 сатып алды. Таргет қосқан жоқ, блогерге реклама берген жоқ, просто прогрев жасаған жоқ, просто органиканың күшімен, тредстің алгоритмімен осында лит алып жатыр. Мынау шынымен былай айтқанда болған кейс.
получается 63 заявка, соның ішінде 8 сатып алдым. Мысалы менде мына жерде 50 заявка, мына жерде 50 адам маған осыны білгім келеді, менімен бөлісіңізші деп адамдар жазды. Мен бұларға жекесіне жазып өзім ары қаратып қызметімді ұсынатын боламын. Менде бірақ курс наставничество жоқ, бірақ мен өзімнің продюсерлік қызметімді бұларға ұсынатын боламын. Көрдіңіздер ме? То есть бір ветканың өзінен 3537 3574 просмотр жинаған 20 сағаттың ішінде 50 адамдай заявка қалдырған. 50 адамның хотя бы бесеуі сатып алса менен қызмет, өзіңіздің қызмет қазір средний чегіңізді көбейте беріңіз. Мысалы там средний чегіңіз сізде 100 мың теңге тұратын болса, там 200 мың теңге тұратын болса, сіз уже осындай тредстің алгоритмін түсіну арқылы, осындай өтетін беткалар, посттар жазу арқылы күніне 3-4 клиент алып, там өзіңіздің табысыңызды 3-4 есе арттырсаңыз болады. Бұл қазір тредстің беріп жатқан керемет мүмкіндігі. Одан кейін мысалы, одан кейінгі формат, мен инфобизнес туралы көптеген кітап оқып түсінгенім мына 10 инсайт деп 10 инсайт жаздым. Біріншісі эксперттік жеткілік. Сіз өзіңнің ақша білім емес, оны қарапайым тілмен жеткізетін адамдарға келетін. Мысалы көп эксперттің мәселесі өнімде емес, тұрақты клиент алып келетін жүйе жоқтық деген сияқты бір өзімнің көкейімде жүрген 10 инсайтты жаздым. То есть мен эксперттерге пайдалы ақпарат беріп жатырмын. То есть көптеген эксперттер инфобизнес, маркетинг, продажа, бизнес, воронка, там өнім деген сияқты нәрселердің барлығын зерттей бермейді, ол көбісі өзінің саласын зерттейді да, бірақ өзін дамытуда осындай лайфхактарды іздеп жүреді. Сондықтан мен 10 шақты кітап оқыдым да ең ключевой моменттерін осындай пост ретінде жаздым. И мына жақта маған 4 адамда былай жазған, мысалы там адамдар еще трансформацияны сатып алады деген сияқты өздерінің нелерін жазған. Немесе мынандай бір пайдалы видео өзің туралы. Мен бизнес бастауда сату менеджер болып жұмыс жасап жүрдім. Бір жылдың ішінде сату бойынша спикерге дейін өстім. Бірақ кейін бәрі өзгерді. Сол кезден бастап түрлі компанияларда сату бөлімдерін құрып, сату менеджерін оқытып, кейін блог жүруге кірістім. Қазір Инстаграм арқылы эксперттерге ай сайын 40-50 миллион теңге табыс табуға көмектесіп жүрген инфопродюсер. Мұның бәрі Алланың қалауымен және намаздың берекесімен болды деп сенемін. Ал сенде намазға байланысты қандай әділетсіз оқиға бар? Комментарий жазып бер. Яғни бұл вроде бы намаз үшін жұмыстан шығып кеттім деген сияқты бір көбірек просмотр жинауға арналған хук пен заголовкпен бастадым, бірақ ол жерде менің кішігірім сторителлинг, яғни өмірім жүріп өткен жолымды көрсеттім. То есть мен осында 8 жыл бұрын продажадан бастағанмын, сату менеджер болып бастадым, одан кейін сату бөлім руководитель болдым, әртүрлі компанияға тренингтер жүргіздік, сату бөлім подключ құрып жүрдік, одан кейін маркетингді айналыса бастап, одан кейін әртүрлі эксперттерге курс наставничество жасауға көмектестім, одан кейін нарықтағы топ эксперттермен жұмыс жасадым, там айына 40-50 миллион оборот жасадым деген сияқты бір кішігірім былай айтқанда мені таныстыратын сторителлинг формат. То есть сізде өзіңіздің парақшаңызға кірген кезде адамдар сіздің пайдалы ақпараттарыңызды, бір веткаңызды кіріп көруі мүмкін. Ана киноға байланысты, мынандай бір пайдалы жиза тақырыптарға байланысты, бірақ ары қаратап кішігірім көрген кезде сіздің кім екеніңізді түсіндіретін осындай видео формат әрине көбірек түсінікті болады, бірақ видео форматқа жағдайыңыз болмай тұрса, хотя бы ә, ветка пост форматында сіздің қай саланың экспертсіз, қандай тәжірибеңіз бар, қай жерде оқыдыңыз, қандай адамдарға көмегін тигізіп жүрсіз, қандай проблеманы шешесіз, қандай өніміңіз бар деген сияқты кішігірім өзіңіз жайында таныстыратын бір ветканы закреплять етіп қою керек. Сол кезде сіздің парақшаңызға кіргенде адамдар кіріп, мен айтқан мысалы менде последний осы бір аптада 30 мың адам менің парақшама кірген. Примерно 90 адамдай маған соңғы осы бір аптада тіркелді. Мен трецті жүргізіп жатқаныма бір көп уақыт болған жоқ. Мен көп жағдайда осы Инстаграм жүргіздім, 8 жыл бойы Инстаграм жүргізіп келемін. Мен как эксперт ретінде маған жеткілікті да, өйткені мен көбінесе өзімнің эксперттеріме, то есть маған келетін психолог, косметолог, там ағылшын тілі мамандары, там типа брокер деген сияқты, юрист деген сияқты келген эксперттерге мен соларға оқырман жинауға, солардың воронкасын жасауға, солардың өнімдерін жасауға, солардың командасын жинап айтқан дамытып, оларға там 5, 10, 20, 30, 40 миллион жасауға көмектесетін продюсер болғандықтан мен көбінесе эксперттерімді дамытамын да. Бірақ өзімді жұмыс арасында бүйтіп жай ғана арасында бір аптада бір екі пост салып қойғанның өзінде мысалы 11 мың оқырман, 30-тен осындай клиенттер ағынын былай айтқанда шақыра алдым. Бұл упаковканың әсерінен. Келесі біздегі тақырып мысалы как раз таки осы упаковка форматында болады. Келесі тақырып трендтердің бірі бұл юмор. Бір жиза тақырыптар. Мысалы трендте ұзақ анекдот емес, өте қысқа бір нелер жиза әңгімелер кетеді. Мысалы СММ айтады, бүгін ештеңе пост ештеңе салмаймын. Ал Инстаграмның немесе Threads-тің алгоритмі сізге жақсы, онда мен сізді де ешкімге көрсетпеймін деген сияқты бір юмор форматта бөліссеңіздер болады. Және де идея бітіп қалса, идеяны қайдан табамын, Threads-те что-то мен енді кіріп жатырмын, енді бастап жатырмын дейтін болсаңыз, Threads-те TikTok, Instagram, YouTube, там Shorts деген сияқты әлеуметтік желі.
ол жерде де мысалы тредсте, тиктокта, то есть тиктокта, инстаграмда, басқа да әлеуметтік желіде көп просмотр жинаған, көп комментарий жинаған бір темалар, скорее всего, ол тредсте де өтеді. Сондықтан сіз өзіңіздің салаңыздағы YouTube, Instagram, TikTok, Google'дағы немесе WhatsApp'та немесе клиенттеріңіздің көбінесе сұрайтын жиза тақырыптарын немесе бойларын алып соған байланысты бір веткалар жазсаңыз болады. То есть Threads, иә, бір жаңа әлеуметтік желі болғанымен алгоритмі немесе клиенттердің бойлары, клиенттердің сұрайтын нәрселері, жизалар ол бір. Бәріміз бір қазақстанда, бір форматта, бір неде өмір сүріп жатырмыз да, сондықтан қатты қиындатып күрделенбей ютубта, инстаграмда, тиктокта өтіп жатқан тақырыптарды қысқартып қысқартып тредске де ветка форматында да пост форматында да жарияласаңыздар болады. Так, одан кейінгі нәрсе бізде бұл контент жүйесі. Контент жүйесі дегеніміз не? Мысалы, оқырмандарды тартып сенім қалыптастыратын бес негізгі бағыт, ол сіздің өзіңіздің бір пайдалы ақпараттармен, біліммен, чек-листпен, гайдпен бөлісіңіз. Одан кейін бір сторителлинг, өзіңіздің құндылықтарыңызды ашады. Сіз кімсіз, қандай адамсыз, балаңыз бар ма, әйеліңіз бар ма, немесе қызыңыз бар ма, немесе қандай спортпен айналысасыз, қандай хобби бар, там, аллаға сенесіз, сенбейсіз, там, не знаю, намаз оқисыз, оқымайсыз деген сияқты өзіңіздің құндылықтарыңызды көрсететін, хоббиіңізді көрсететін форматтарды жазып отыру керек. Үшінші формат бұл экспертность. Мысалы, мен алдында бір пост жаздым. Қалай, неге эксперттер, то есть 500 мың теңге табатын эксперттер мен 10 миллион теңге табатын эксперттердің разницасы қандай? Мен инфобизнестағы 8 жыл тәжірибемді ескере отырып, осы 5 айырмашылығын түсіндім деп мен рилсқа, то есть неге ветка ретінде жаздым. Сол сияқты сарапшылық формат. Одан кейін өздеріңіздің кейсті көрсеңіз ету. Мысалы, психолог болсаңыз, осыны клиенттің тревожность азайттық, немесе бағанағы панический атакадан көшірді, немесе бір травмасын шештік деген сияқты бір кейстарыңыз көрсету, немесе бір лайфстайл. Бүгін велосипед айдадым, бүгін баламмен там садикке барып қайттық, бүгін там шетелге немесе алакөлге демалуға бара жатырмыз деген сияқты өзіңіздің қандай адам екеніңізді көрсететін лайфстайл. Осы форматта, әр форматта сол күнде 5 ветка салатын болсаңыз, осыны чередовать етіп салғаныңыз дұрыс болады. Келесі формат бұл вирустық посттың формуласы, иә, мысалы пост ветканың формуласы. Бірінші хук, яғни адам бірінші заголовок, бірінші сөйлем, сіздің адамдар сіздің веткаңыз тоқтап қарап оқитынның байқағанда көрсеткіш көрсетеді. Сондай алғашқы заголовок адамдардың назарын аударту керек міндетті түрде. Екінші бір история, бір оқиға, бір форматта, бір пайдалы ақпарат форматын айтуыңыз керек. Одан кейін бір өзіңіздің түйген бір инсайтыңыз, одан кейін бір іс әрекетке шақыру. Сенде бір осы нәрсе болды ма, сенен подписка, менен там бір стратегиямен бөлісу деген сияқты форматта болу керек. Мысалы, осы форматта хук, стори, инсайт, call to action форматында, мысалы, менің мына формат өте қатты келеді. Мысалы, кеше бір косметологтың статистикасын көрдім. Яғни бұл хук. Тредсте 63 адам жазған, 8 адам сатылған. Бірде бір таргет қоспаған, бірнеше ақша, бірде блогерге ақша төлемеген прогресс жасамады. Тек тредстен. Шынымды айтсам, инстаграмда мұндай органиканы 2021 жылдан бері көрмеппін. Қазір кім бірінші болып осы тредсті үлгереді, аудиторияны тегін формат алуға мүмкіндігі бар. Сенен подписка, мен осы тегін 63 заявканы қалай алғандығын стратегиясымен бөлісем деп, мен айтқанда статистикамен бөлісіп отырмын. То есть хук, ол жерде пайдалы ақпарат, история, инсайт, түсінгенім, және де call to action дегеніміз, CTA дегеніміз call to action, әрекетке шақыру. Сенен подписка, ал менен сен стратегиямен бөлісем деген формула. То есть осы формула арқылы өзіңіздің вирустық неңізді жазсаңыз болады. Екінші, мысалы, хуктарға мысал. Алғашқы бірінші, екінші сөйлем барлығын шешеді. Сондықтан 99% эксперт осы қателік жібереді. Мен нөлден бастасам 10 мың оқырман қалай жинадым, міне формуласы немесе. Егер сіз әлі күнге дейін там осындай қателік жасап жүрсеңіз, ақшаңызды желге ұшырып жатырсыз деген сияқты. Немесе 3 күнде сатылым жүйесін қалай құрдым. Қатты айтсам да шындық, негізі көп эксперттер мына нәрсені білмейді, мына нәрсені қате жасайды деген сияқты хуктардың заголовоктар. То есть мысалдар. Осыны өзіңіздің нишаңызға айтқанда адаптировать етіп алсаңыз болады. Енді контент план, то есть тредстің күнде не істеу керек? Күнде біздің мақсатымыз 3, там, примерно 5-10 пост жазып отыруымыз керек. Хотя бы ол айтқанда әр бағана тақырып, пайдалы ақпарат, экспертный сторителлинг, там, бір сравнение, бір жиза тақырып, юмор деген сияқты араластырып. Таңертең, түсте, кешке деген. Таңертең екеу, менің формулам өзім былай жасаймын. Таңертең екеу, түсте екеу, там, кешке екеу деген сияқты, түнде екеу. Оның барлығын примерно запланировать етіп жасап қоюға болады. Таңертең тұрасыз да, немесе бір айға, немесе бір аптаға заранее бір күнде салатын 5 ветканы таңертең отырып бәрін запланировать етіп жазып қойсаңыз болады. Тредс өзі сайын белгілі бір уақытта 2-де, 5-те, 4-те, 7-те, түнгі 10-да деген сияқты қылып шығарып отырады өзі.
сіз таңертең салып қойдыңыз и ұмытып кеттіңіз деген сияқты. Мен сияқты, мен өзім әлеуметтік желілерге көп кірмеймін. Көбінесе мен өзім эксперттерімді дамытатын болғандықтан мен жұмыс үшін ғана кіремін да, инстаграмда тредс көп отырмаймын. Бірақ соның өзінде тредс просто заранее запланировать етіп қойып, былай айтқанда күнделікті тұрақты охват, рилс, то есть клиент, оқырман алуға мүмкіндік береді. Бұл өте керемет мүмкіндік. То есть таңертең кешке дейін отырудың қажеті жоқ та. Одан кейін 15 комментарий, хотя басқа сіздердің клиенттеріңіздің немесе сізге ұнайтын басқа бір тредстегі сіз жазылған авторлардың посттарына, веткаларына бір комментарий жазып, лайк басып, активностіңізді көрсету. Ол да маңызды. Және хотя бір күне бір репост жасап отырсаңыз, максимально сізге былай айтқанда тредстің алгоритмі, мынау живой адам, бұның охватын көтерейік деген сияқты түсінік келетін болады. Одан кейін кез келген фрилансер, эксперт немесе бір товары бар адамға не қандай қателік жібереді. Тредстен бір контент жазады да сразу сатқысы келеді. Мен осындай бір нәрсені білемін дейді да ары сатады. Бұл дұрыс емес. Сондықтан адамдардың бірінші контент бердіңіз, пайдалы ақпарат бердіңіз, одан кейін сенім қалыптастыру керек. Одан клиентпен дайрект бойынша сөйлесу керек. Что там, немен айналысасың, қандай салада, что получается, что не получается деген сияқты кішігірім бір диагностикадан өткізіп, консультация өткізіп, одан кейін барып сату керек. 2020-да 2000 там осыдан бір 5-6 жыл бұрын бір контент бір пост салып сразу кейін сатуға болатын еді, өйткені нарық пустой еді, эксперттер, фрилансерлер, товарлар аз еді инстаграмда. Бірақ қазір конкуренцияның заманы. Қазір сіз бірінші мына формуланы қолдануыңыз керек. Контент бересіз, сенім қалыптастырасыз, клиентпен сөйлесесіз, диалог жасайсыз, бір консультация, бір пайдалы ақпарат бергеннен кейін барып сатасыз. Осы нәрсені міндетті түрде ұстаңыз. Бірден сататын болсаңыз клиенттер кетіп қалатын болады. Одан кейінгі нәрсе, қазір мен профильге жасағым келеді, разбор жасағым келеді. Міндетті түрде сіз өзіңіздің тредсте мынандай да, мен ешқандай саланың маманы емеспін, мен просто әшейін тредсте жүріп оқырман жинаймын, қаралым жинаймын деген дұрыс емес. По-любому сіз өзіңіздің бір саланың маманы болу керексіз. Немесе бір товар сатасыз, немесе біз таргетолог, СММщик, немесе бір ипотек брокер деген сияқты бір сопровождение сатасыз, немесе психолог деген сияқты бір өзіңіздің курсыңызды, қызметіңізді, консультацияңызды сатасыз. Сол сияқты сіздің бір профиліңіз болу керек. Сондықтан бір сапалы сурет, одан кейін өзіңіздің профиліңізді жазып қоясыз. Мысалы мен инфопродюсер деп жазып қойдым. Менің одан кейін сізге беретін пайдам, міндетті түрде немен айналысасыз және клиентке қандай пайда бересіз, соны жазып қоюыңыз керек. Экспертке өз артықшылығын тауып табысты курс настрой жасауға көмектеседі. 2026 жылы 5 есеге 5 есе өсу жүйесін, стратегиясын туралы тегін сабағым бар. Чатқа өт деп ары қаратап сілтемені қалдырдым. Бұл чатта ары қаратап мен клиентіме арналған бір 2-3 видео сабақ бар. Ол видео сабақты уже менімен танысады, кейстарыммен көреді, менің құндылығымды көреді, ары қаратап мен жұмыс жасауға оған ұнай ма ұнамай ма деген шешім қабылдайды. Сол сияқты міндетті түрде сіздің өзіңіздің нишаңызда осындай форматта неңізді сақтап қою керексіз. Профиліңізді толтырып қою керексіз. Так, call to action'дарды айттым. Енді мына нәрсе. Күнделікті жүйе. Таңертең примерно 15-20 минут бір өзіңіздің подписка жасаған авторларыңызға бір 15-20 бір лайк басып, комментарий жазып, бір таңертең бір екі охватқа көбінесе әсер ететін бір жиза тақырыпта көбірек охват комментарий жинайтын жиза тақырыптарды бағанағы фильм сияқты ше. Сондай форматта бір екі пост, екі трец жазсаңыз, түсте бір пайдалы пост, кешке тағы бір екі пайдалы пост, күні одан кейін күннің соңында түнде клиенттермен бір диалогқа шақыратын, тағы да бір охватқа комментарий жинайтын пайдалы посттарды жасаңыз болады. Күнде бір 40 минутыңыз кетеді, жалпылама уақытыңыз. Бірақ оны бағана айтқандай запланировать етіп қойып, заранее салсаңыз болады. Сондықтан осыны жүйе сізге примерно осыны бір апта, бір айдың көлемінде ұстанатын болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің былай айтқанда шапка профиліңізді упаковать етіп, идеяларды бағана көрсеттім, қандай идеялар салуға болатынын, соны міндетті түрде өзіңіздің салаңызға адаптировать етіп, күнделікті 4-5 веткадан салып, активно өзіңіздің шапка профиліңізді бағана менікі сияқты қылып дайындап, өзіңіздің қандай салаңыз маман екенін бәрін көрсететіндей жасап қоятын болсаңыз, міндетті түрде табысыңызды тредстен клиенттер алып, табысыңызды арттыруға мүмкіндігіңіз бар. Сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Бұл сабақ негізі менің эксперттерге арналған қайда эксперттерге арналған мынандай үлкен менде тақырып бар. 11 ба 12 сабақтан тұратын 2000 инфобизнесте нөмір 1 болып ережесі топ эксперттердің құпиясы. Өйткені мен нарықта 40-50 мен оборот жасап жүрген эксперттердің продюсерімін, иә. Сол кісілер қандай құпия нәрселер біледі. Олар нарықта топ 1 болу үшін не нәрсені жасайды. Сол сияқты мына жерде 4 сабақ бар.
одан кейін қалай нарықта эксперттерден ерекшеленеміз, қалай клиентке бас тартылмайтын ұсыныс жасаймыз. 2020 жылы қандай сапалы өнімдер жасауға болады, қандай воронка қолдану керек. Клиентіңіз былай айтқанда келіп сізден сатып алмайтын болса, продажалар азайып кетсе, таргет блогерге реклама беріп, бірақ шығын өзін ақтамай жатса, немесе қандай өнім шығаруын да білмей тұрсаңыз, қазір таңда осы былай айтқанда мини курсқа алып, былай айтқанда өзіңізге полный стратегияңызды алып дамытып, табысыңызды 3 есе 4 есе арттырудың нақты алгоритмін біліп алсаңыз болады. Мен осы 8 жыл тәжірибемде сату менеджерінен бастап, потом сату бөлім басшысы, маркетинг бөлім басшысы, одан кейін продюсер болып нарықтағы там 40-50 миллион теңге ай сайын оборот жасаған эксперттердің продюсер болғандықтан, осы 2026 2027-дегі ключевой топ болу ережесі, эксперттердің құпиясы нарықта, ну бір эксперт, то есть нарықтарда басқа эксперттен қалай ерекшелену керек. Мысалы психолог өте көбейіп кетті, нутрициологтар көбейіп кетті, косметологтар көбейіп кетті. Именно неге сізді таңдау керек деген ерекшелігіңізді анықтау үшін, клиентке бас тартылмайтын ұсыныс жасау үшін, және сіздің именно воронкаңыз, клиентіңіз қандай тегін өніммен, креативіңіз, арзан өнім, орта чектегі өнім, одан кейін қымбат чектегі өніміңізді сатымен алатындай бірден келіп, былай айтқанда сіздің воронкаңызға кіріп, сізге сенім артып, сізбен жұмыс жасайтындай, табысыңызды бірнеше арттыратындай бүкіл воронканы, бүкіл жүйені осы сабақтарда бердім. Және де осы мини курс алған адамдарға мен бір сағат 45 минут бойы сізбен зуммен жеке сөйлесіп, алматыда болсаңыз офлайн, басқа қаладан болсаңыз онлайн, сізбен хабарласып, жеке сіздің жағдайыңыздағы бүкіл узкий горлышко дейді ғой, қазір қай жерде ақша жоғалтып жатсыз, қай жерде мүмкіндігіңіз болмай жатқандығын бәрін зерттеп, сіздің жеке табыс арттыру стратегияңызды жасап анықтайтын боламын. Сондықтан, егер қызық болса, осы видеоны жіберген адамға немесе видеоның астындағы сілтемеге жазып өтсеңіз болады. Назарыңызға рахмет, пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше.